Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза бүгін осындай үй жағдайында өте керемет болып шығатын өріктен, яғни біз сок дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Мінекей өріктеріміздің барлығын жақсылап жуып тазалап, енді сүйегінен, яғни тұқымынан, осының ішіндегі тұқымынан ажырататын боламыз. Мінекей босап кеткен өрікті де пайдаланып жатырмын. Және қаттылау түрін алдым, осындай кішкене. Екеуін қазір араластырып ет тартқыштан өткізетін боламын. Мінекей барлық өрікті өткізіп болдық. Сүйегінен ажыратқан кезде кішкене байқап, мұқият қараңыздар, себебі кейбір өріктерде құрт болуы мүмкін. Сол себепті жақсылап қарап тұқымын ажыратып алыңыздар. Бізде осындай қоймалжын, яғни пюре сияқты осындай түрде болып шығады. Өткізіп болдық біз барлығын. Ендігі кезек біз қазір осының үстіне суды құйып, марлымен болмаса ситамен тазалап алатын боламыз. Енді біз сиробын дайындайтын боламыз соктың. Мінекей сіздерге оңай болу үшін осылай 1 литрлік банкіні есептеп жатырмын. Мінекей 4 литр су құйып алдым. Осының үстіне қант саламыз қазір. Енді осының үстіне 1 килограмм ғана қант саламыз. Көп салмаймыз қантты, себебі сіздің өрігіңіз тәтті. Сол себепті қант көп кетпейді. Бірінші осылай 1 килограмм салып, дәмін көріп аламыз. Бұл негізі өрікке де байланысты. Кейбір өріктер қатты тәтті болады. Сол себепті 1 килограмм ғана саламыз. Енді біз сиробымызды қайнататын боламыз. Мінекей осылай тартып алған өрігіміздің үстіне оңай болу үшін ғана бір жарты литрдей көлемде су құйып аламыз. Ол не үшін? Бізге жаңағы тамырларынан, сыртынан ажырату үшін қазір біз марлыдан өткіземіз. Сол себепті кішкене сұйықтау болу үшін, оңай болу үшін осылай бір келкі қылып аламыз. Қоюлау болса кішкене тағы да су құямыз. Енді осыны қазір аппақ марлыдан өткізетін боламыз. Мінекей осындай әдемі аппақ таза марлыны аламыз. Содан соң осының үстіне жаңағы сұйық өрігімізді құямыз. Енді осыны кәдімгі құртты сүзгендей қылып суынан сүземіз ғой. Дәл сөйтіп сүзіп аламыз. Міне осылай сығып барлығын осындай қылып аламыз. Яғни біздің тамырларымыз, өріктің сыртық, яғни қабықтары осы марлының ішінде қалып қояды. Біз соғын алатын боламыз. Мінекей біз барлығын алып тастадық. Осындай артық тамырлары, жаңағы қабығы, яғни сыртындағы, яғни бұл бізге керегі жоқ. Сол себепті бұны тастаймыз. Бізде осындай шырын пайда болды. Барлық шырынды алдық. Қою болса жаңағыдай үстіне су құйып, жұмысыңызды жеңілдетсеңіз болады. Кәдімгі ет сүзетін ситадан да өткізсеңіздер болады. Ол кішкене ұзақ уақыт алады сіздің жұмысыңызды кішкене қиындатып жіберуі мүмкін. Сол себепті марлымен жасасаңыздар болады. Мінекей біздің сиробымыз қайнады. Енді осының үстіне тартылған жаңағы өрікті, яғни шырынымызды құятын боламыз. Соғымыз енді қайнайын деп жатыр. Осындай көбіктерін барлығын алып тастаймыз. Және де осы кезде дәмін көрсеңіз болады. Егер кішкене қанты аздау болса, қайтадан салып жіберсеңіз болады. Кішкене ғана өзіңізге білініп тұратындай етіп саласыз. Толықтай қазір қайнатамыз. Қант салсаңыз кішкене бір 15-20 минут қайнатыңыз. Қант салмайтын болсаңыз 6-7 минут қайнатсаңыз жеткілікті. Неге біздің соғымыз дайын болды, өріктен жасалған, өте әдемі болып шығады. Ешқандай артық су, қант салған жоқпын. Бұл суыған кезде, тұрған кезде қоюланады. Өте дәмі керемет болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Неге тазаланған банкаларымызды осылай 10-15 минут буға қойып, осылай тазалап алатын боламыз.
Соғымыз ыстықтай бірден құйсаңыздар да болады, кішкене жылытып құйсаңыздар да болады. Не осындай көлемде әдемі болып шықты. Енді қазір банкаларымызға құйып жауып тастаймыз. Мінекей осылай араластыра отырып құйып алатын боламыз. Мінекей біздің соғымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Енді бұл өріктен жасалғаннан кейін, яғни бұл қою болады соғыңыз. Сол себепті араластырып жіберіп ішесіздер. Бұл тұрған сайын, жаңағы мұздаған сайын дәмі әдемі болып, сонымен қатар қою бола бастайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге өте ұнайтынына сенімдімін. Өйткені бір жасағана маған ұнады. Мен осылай қысқа басып жатырмын. Және де менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен Фариса өте қолжетімді, тиімді рецепттерді шығарып отырамын. Және жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен Фариса міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ас болсын.